Я бұл Қазақстанда қазір барлығы қымбаттауда. Бұл енді бассыздық. Автобустың құны ай сайын қымбаттап жатыр. Бірақ условия жоқ ішінде. Продукты күн сайын қымбаттап жатыр. Екі еселеніп. Не масқара? Үкімет, билік осы қолдарыңыздан келеді ғой. Не үшін қадағаламайсыздар? Жарайды, көтерген екенсіздер барлығын. Екі еселетіп, бірақ жалақыны неге көтермейсіздер? Қарапайым халықты шыңғыртып қойып, бұл мазақ қылғандарыңыз ба? Қазақты жеп жатыр, шыны керек қазір айтатын болсақ тіпті. Масқара мынау деген. Автобустың құнын көбейткен екенсіздер. Бірақтан деген автобустың ішіндегі адамдарды көрсеңіздер, мал тиіп алып келе тұрғандай болады. Мал. Қайтсын қазақ енді? Халық мінбегенде мінет, үйіне бару керек. Үлкен кісілер, студенттер, қарапайым халықтар мұнан ішінде төбелесіп жатады, инфаркт ұстап құлап жатырғандар бар. Көзіміз жетіп көріп жатырмыз. Не масқара мынау деген? Жарайды, көбейткен екенсіздер құнын автобустың. Условия қайда? Автобусты көбейтіңіздер. Неге көбейтпейсіздер автобусты? Жіберіңіздер автобусты. Халық күтпесін. Халық спокойно отырсын ішінде. Удобно отыру керек. Ыңғайлы отыру керек. Раз ақшаны беріп отырық. Қымбаттатып отырсыздар. Жалақы аз. Неге жалақысын халықтың көбейтпейсіздер? Осыны неге қадағаламайсыздар? Қолдарыңыздан келеді ғой барлығы да. Қарапайым халықты жылатып қойып, балаларды жылатып қойып, тамақсыз отырғызып қоюға қалай дәттеріңіз барады? Осыны қадағалаңыздар. Билік қолыңыздан келеді ғой осы. Біз сізге сенеміз ғой. Мына жерде арты.